Бала мен келін көп ренжіседі дейді. Күйеу баланың ұрсыңыз. Келінге емес, балаға ұрсыңыз. Сіздің сөзіңізден қайтады. Біз келінге ұрысқан жақсы көреміз. Мен түсінемін сізді. Келіндігі вообще дұрыс емес сияқты болып тұрады. Балаңдікі жақсы, идеальный ғой біздің балалар. Мен соңғы постымды сол туралы салғам. Біздің бала, жоқ, келін, баланы ұрсыңыз. Осыдан осы келінді ренжітсең деш, ауыз ашылып қалады. Ойбай, мамам екеуім бір мафия болды дейді. Болды, сізге жығылады. Соң келіннің алдында да жақсы боласыз. Менің мамам, менің енем деп алдыңызда жүгіреді. Болды, қалың орнына келеді. Ұрсыңыз баланы. Осыдан осы келінді үйден қусаң, мен сондай аналарды көргем. Осы келін үйден кетсе, мен қоса кетем деген аналар бар. Соның кейін айтады, мен оның келінін онша білем дейді, бірақ келінімді көтеру үшін солай жасадым дейді. Мен осыған кетірсең, мен де кетем дейді. Бала қайда барады?